Сәлем достар, сендер бірге мен Зек Геймер, және бүгін біз қайтадан Brawl Stars ойнайтын боламыз. Ойнамаймыз, Brawl Pass сатып алатын боламыз. Мен Brawl Pass сатып аламын деп шештім. Біле білсеңіздер, мен көп 3 сезон болады. 3 сезон бойы Brawl Pass сатып алуыма болушы еді, бірақ мен скиндарға жинадым. Brawl Pass маған ұнаған жоқ. Мен Фэнктің Brawl Pass'ын сатып алуыма болушы еді, ол скин ұнаған жоқ. Ана истовый Фэнк. Одан кейін кімдікін сатып алған жоқпын, Эванктың, өйткені оған колючий Эва скин ұнаған жоқ. Ал Жанеттікін сатып алмаған себебім, мен скиндарға жинаймын деп ойладым. Сондықтан мен сатып алған жоқпын. Енді бүгін біз Фараотис скинін сатып алатын боламыз. Міне мен 30-шы уровенге дейін жинаған болатын, және бүгін біз полный обзор түсіретін боламыз Акула Кольт пен Отисқа. Ал ендеше кеттік. Міне мына жерден қазір 10 гемді аламыз да, все. Аламыз и Brawl Pass'ты сатып аламыз, как скажется. 170 гем, бірақ қана гем алады, және Brawl Pass'ты сатып аламыз қазір. Ал ендеше дайын болсаңыздар, кеттік. Оппана. Күшті. Brawl Pass'ты сатып алғанды. Бір гем қалды, міне, Отис. Әрине бәрі видео үшін. Ал ендеше кеттік. Акула Кольт. Топовый. Храватический бравер. Броктың дауысы шығып тұр, естіңіздер ма? Чё за? Неге Броктың дауысы шықты, түсінбедім. Және жаңа спрейді алайық. Спреймен ойнаймыз. И кеттік. Бірінші әрине Кольтты тексерейік. Акула Кольт. Ең күшті скин. Найды. Проход. Как раз дальник каналын. Кеттік. Заставка стерге қалай. Не, достар, біз картаға кірдік. Әдетте интернет лагать етіп отыр. Бірақ Акула Кольтқа ештеңе помеха емес деп ойлаймын, я. Бірақ Акула Кольт қазір жеңіл қалмаса болды. Атакалары, шынымды айтсам, мен Brawl Talk'ның превьюнан қараған кезде бұның атакасы пузырьоктар деп ойлаған болатын. Сөйтсем, кәдімгі шариктар, бояудың шариктары екен. Маған бұл атакалар өте қатты ұнаған жоқ. Ультасы да дәл осындай. Барлықтарын білетін шығарсыздар, бүкіл ютуберлер түсірген болатын. Brawl Pass'ты сатып ал. Және айта кетейін, жақын арада открытие сундуков болмайды. Brawl Pass туралы келесі видео мен Фараотис скинін алғаным туралы болатын болады. Өйткені мен 100% сенімдімін, өйткені келесі обновлениеде легендарный бравлер, новый легендарный бравлер шығатын болады. Гарантия бере аламын. Өйткені әр все. Енді не істейміз? Ультасын барлығын көрдік. Өте күшті. Қараңыздар, сыртынан қарағанда да күшті. Маскасы күшті. Маған моделькасы ұнайды, атакасы өте қатты ұнамайды, енді бірақ нормально. Ендеше кеттік. Енді новый бравлер Отис. Даусын қараңыздар. Ё-майо. Қазір Отисқа бүкіл значоктарын алайық. Бүкіл дегені бірақ қана значок. Все, қазір тағы прокачать етпей қояйық. Нормально бірінші сериямен жүре берсең.
мен біле берсеңіздер Brawl Stars ойнағаннан бері екі-ақ қана Brawl Pass сатып алған болатын. Біріншісі ол General Gavs космический стар меді, қалай еді сезонның аты. Екіншісі осы Глубине Стар Парка ма, қалай мына сезонның аты. Не помню, короче. Осы екі сезонда алған болатынмын. И қадын Нумский Карлдан сөйлет етілем. Ойбай, косой. О, все. Бәсе. Ультасын айтып olsun бар ғой ше. Ультасы болмаса өледі ғой. Все, өлдік. Şimdi bir екінші картта ойнаймыз қазір. Қалай ойлайсыздар жаңа біреулер, қалай сіздерге? Ұнайды ма, ұнамайды ма? Мен ойымша 10-нан 7, я. Біріншіден атакасы өте қатты күшті емес. Уроны аз, еще атакасымен тию қиын біреулерге. ХПсы да өте көп деп айта алмаймын, бірақ нормально. ХПсы туралы айтпай қояйын. Все нормально. Бірақ жәнегі баг деп ойлаймын, я. Разработчиктер düzейтін шығар, егер Отисті алған кезде оған Броктың озвучкасын беріп қойған түскен кезде. Это вообще не нормально деп ойлаймын. Және мен қазір қайта слет етілем. Не келе жатсың, а? Все, өлесің. Или мен өлемін, сен өлесің. Отис нормальный біреулер. Ультасы просто енді ультасына 10 көп уақытта сақтап қалады. Мысалы, Едгар сізге секірсе бітті ғой. Қазір бізде кольт қалды, егер мен қателеспесем. Және осы картамен ойынымызды аяқтайтын шығармыз. Ультамыз жетпей қалған қалай. Жарайды достар, осымен біз Отиспен ойнадық. Отис өте күшті біреулер. Ең күштісі деп айтпай қойым, бірақ та ең нормальнысы деп айта беремін. Ендеше, бүгін біз Brawl Pass сатып алған болатынбыз. Өзімізге жаңа скин алдық. Акула Кольт скинін. Және де Отис саттым, но жаңа біреулерді алған болатынбыз. Сіздерге қалай екенін обязательно комментарияға жазып кетіңіздер бұл Brawl Pass. И сіздермен болған мен Зик Геймер. Кездескенше.